Балам, сен қандай ұлттық ойындарды білесің? Асық ату, қыз қуу, мұхтар тауды, қанта алпай, жеңге алу, көктар. Ал балам, біз қазір омпы ойынын ойнаймыз. Мен соның ережелерін саған түсіндіремін. Омпы ойынның ережесі. Ойынның мақсаты асық ұту. Ойыншылар арасы 20 қадам екі қон сызылады да біріншісі 4 бұрыш жасайды. Тігілген асықтар ортасына омпы тұрғызылады. Ойыншылар екінші белгіленген жерден бірін арасына бірі тұрып, әркімнің әр кезегі бойынша қолданылады. Егер кім омпыға тігілген және оны 4 бұрышына шетіне ұшын арса, онда түгел асықты алады. Балам, міне осылай атамыз. Сосын бай, мұнда сен лақтырма, сен асыққа лақтыр, жерге лақтырма, осылай асыққа лақтыр. Мә, лақтырса. Намысыңды жоғалсаң да, намысыңды жоғалтып алма балам. Жолдан іздеп жолықтыр азығыңды, сен көрсетші әкеңнен. Ал, ұтқан асықтарды санайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жарайсың ба?